әнші мен бишікте ми болмайды, естеріңізде болсын. 100 әнші мен 100 бишінің басына қолыңызды тығып көрсеңіз маңқа шығады. Сондықтан балаларыңды әншілікке, бишілікке бермеңдер. Өзің ғана бермейміз. Туыс туған айнала, жегжат, құда жегжатыңа ана обал болып Құдай берген, Құдай анау бере салған сыйлық әрбір бала. Сон ана қызыңды бұраңдатып биге, ұлыңды аңыратып әншілікке, ана аңыраған домбыраға тәрбиелеп берген қазақ сендерге айтам. Мына деп аңырағаннан адам болудан кетеді. Психологиясы бұзылады. Біреуден мақтау күтіп тұрады. Мана аңырайды, келші, достарыңмен ішіп отырсын. Ана дастархан отыр, бергел деп ана. Алып келіп ананы аңыратасың. Сосын, бәрекелді, 1000 теңге, 5000 теңге, бір өтірік жомартсыған біреу $100 алып шығып беріп қояды. Сосын ол қайыршы болады. Сосын ол біреуден бірдеңе дәметіп тұратын қайыршы айналдырасың өз ұлыңды, өз қызыңды. Кем дегенде мақтау дәмететін қайыршы айналдырасың. Содан қайтсем елдің жаңағы қол шапалағына ие болам деп, ана ұлың мен қызыңның психологиясы өзгереді. Содан мал болғаны содан басталады, мал болады. Өзінің еңбегіне сүйеніп, жоқтан барды жасап, бірді екі қылып, саудамен, кәсіппен, тірлікпен, өнермен, ғылыммен айналысып, оң бағытқа дамығанның орнына деп сосын дәметеді, біреу бәрекелді дей ме екен, біреу бірдеңе береді ме екен деп. Сөйтіп ұлың мен қызыңды құртасың. Міне, маудың қатыны Жаңшин бүкіл Қытайды тасталқан қылды. Сол әнші болатын аңыраған. Мына қазір Си Цзиньпиннің қатыны бар. Міне, ол да әнші, аңыраған әнші. Ана қазақтың Қарлығаш деген әнін айтады. Қарлығаш, ла-ла-ла-ла-ла-ла деген бір ән бар ғой, сол әнді айтады ана. Қытайша айтады, бірақ астына жазбайды. Қазақтың әнінде екенін жазбайды атаған әлет. Міне, бұл да қазір саясатқа кіргелі жатыр екен. Міне, осы. Бұл әнші, биші, күйші, ол Құдайдың қарғысы тиген адамдар ғана болады. 100% емес енді. Ішінде бір 2% дұрыс адамдар бар болса, бар болатын шығар. 1-2%. Бірақ 95-98% жын шайтан болады. Кәдімгі киім киген шайтанға айналады. Еркегі де, жаңағы қатыны да жезөкше болады. Сосын психологиялық ауытқыған біреудің мақтау үшін, мадақ үшін барын сататын, арын сататын, тәнін сататын біреуге айналады. Мақтау мен мадақтың, симен сияпаттың құлына айналады. Өз күшімен ізденіп, ғылым іздеп, білім іздеп, байлық іздеп, өз күшіменен биікке жетпеген бұндай адамдардың барлығы, сол аңырақайлардың барлығы психологиялық ауытқуға ұшырайды. Сондықтан ұлыңды, қызыңды ана аңырап ән айтатынға, бұраңдап билейтінге берме. Егер ұлың мен қызың өгей болса, осы жаман жолға түссін деп жамандық істесең солай істе. Обал бар. Ана бала деген көшет сияқты. Ана жаңадан өсірген қаламша сияқты. Сол қаламшаны жаңа өскінді сен дұрыс жолға бағыттау сенің міндетің. Соны қалай қиясың? Жаудың баласы болса да дұрыс жолға өссін дейсің. Себебі ол сәби өсіп келе жатыр. Сен оны дұрыс үйретсең дұрыс кетеді, теріс үйретсең теріс кетеді. Міне, мау, ши, бәрі әншіден қатын алған. Міне Қазақстанда, міне өңкей әнші бишілерді билікке әкеліп, себебі оларды көк ми болады ғой. Сенбесеңдер қолдарыңды тығып көріңдер, солардың миында дым жоқ, грамм жоқ, ми жоқ, ар жоқ, ұят жоқ, ақыл жоқ. Өткенде осы жуырда бір талай әнші туған күн тойлапты. Осы әлеуметтік желіні алай ашсаң да сол тұрған, мына былай қарасаң ана сайтан тұр ыржиып ақсиып, былай қарасаң мына ібіліс тұр ыржиып ақсиып. Әшейін, мәз, майрағайда, тайрағай, қалың киім киген шайтандар бірін-бірі құттықтап жатыр. Аталарыңа нәлет. Сендер кезінде Қытайға барып, сол Қытайдың қазақтарының ақшаларын жәшік деп, юанын, долларын тасып қайтқанда, сендер Үрімжіге барып концерт өткізгенде, сендердің алдарыңа 2 метр, 5 метр розаның гүлін жиып тастаған сол Қытайдың қазақ еді. Анау Қытайда қазақтардың үлкен қаласы Үрімжі, Құлжа, Тарбағатай, Алтай, Буратал, Қарамай, бүкіл жерге барып, ең соңында аудандарға дейін, күнес, текес, аудандарға дейін бір концерт қойып, аудандар біткенде қалашықтарға барып концерт қойып, кеткен сұмырайлар сендер. Сол Қытайдың қазағының ақшасы сендерге жақсы болды, бірақ өзі керек емес екен. Бірақ сендер бір нәрсені ұмытып қалдыңдар.
Сендер бір нәрсені ұмыттыңдар. Жоқ, екі нәрсені ұмыттыңдар. Ертең Қытай қайтадан дұрысталғанда сендер қай беттеріңмен Қытайға барып концерт бересіңдер? Соны ойладыңдар ма? Қай беттеріңмен? Екінші, ертең бір заман болады. Ертең бір заман болады. Сол кезде сендердің сол аңыраған ана қуағаштарыңды құшақтатып тұрып, сендер сол әндеріңді түрмеде айтасыңдар, ұмытып қалмаңдар. Үнсіз қалғандықтарың үшін. Кезінде өздеріңді төріне отырғызып, жашық доллар юанды қолдарыңа құшақтатып, арқадарыңа 40-50 домды жауып, бір тойдың өзінде. Осы басқан іздеріңді сүйіп, сөйтіп естері шығып, сөйтіп жатып жастық иіліп төсек болып, сөйтіп күтіп алған Қытайдың қазағына бір ауыз сөз айтуға жарамаған сен сұмырайлар, ертең сол әндеріңді сақтап қойыңдар. Түрмеде айтқызамын мен сендерге. Түрмеде отырып, темір тордың ар жағында отырып, ай деп аңырайсыңдар. Сонда соған дайындалыңдар. Енді сіздерге қайырлы түн болсын, бізге қайырлы күн болсын. Біз міне Америкада өзі қанша болды сағат? Сағат сіздерде қанша болды? Жазып беріңіздерші.